Настроение. Үйленіп жатқан сияқтымын бар ғой достар, осымен бүгінгі тойымыз аман есен бітті. Шүкір Қосылайық жобасына барша редакция осындай ат салысып жатқан жандарға көп рахмет, алғысымыз шексіз. Енді білмеймін, енді өздеріңізден бағасын беріп кетіңіздер, той қалай болды. Осындай керемет сыйлықтар бар. Енді настроение бешеный, балдежный. Өте керемет. Мен енді барша қатысушыларға да рахмет айтқым келіп отыр. Уақыттарын бөліп, осылай біздің қуанышымызға келіп отқандарыңызға көп рахмет. Және келмегендерді еске сақтап алдым дегенсің ба? Және редакциядан біздің енді барлық редакцияға рахмет қой. Бірақ Гохаға ерекше бір рахметімді айтқым келеді. Біздің екінші анамыз деп айтсам да болады осы жерде. Сол барша Қосылайық. Бізде беташар бітті. Бізде сол үйде шүкір деген, Құдаға шүкір деген анайы бар. Өткеніне дастархан жайылды. Қонақтар міне. Мамам туыстары, әкем туыстары. Мына жақтан міне жеңгеммен. Әне эфирден кейін. Эфирмен келініп қызмет жөнмен десең өнексем. Үлгеріп келген жер барынша үйден шығып ұштық үйге қарай. Сола. Сенесіздер ма? Мен базарда енді шығып жатырмын. Кенжехан базардан бірақ шықтым ғой. Заттарын премьерін алдым. Енді кетіп бара жатырмын үйге. Рай деген күшті болып тұр Алматыда. Прям күз екен сезіліп жатыр. Қараңыздар шына, етті. Жапырақтар сап-сары болып жатыр. Күшті болып. Алматының ауа райы жаз болсын, күз болсын, қыс болсын білінеді. Қазір мен шығып бара жатырмын түлектермен. Бүгін врачтарға бару керек, өйткені денсаулығыма сыр беріп, кішкене ауырып қалғаным бар. Полностью анализ тапсыру керек маған. Полностью қанды тапсырып, почкамен қазір проблемаларым болып жатыр. Солардың бәрін шешу керек. Күндеріңізге сәттілік. Ал бізде ауа райы керемет. Мына қызбен көріспегелі өте көп болды. Жұмыста болғаннан кейін күнде көріп үйреніп қалғанбыз. Сонымен бүгін көрісіп, қазір кішкене сөйлесіп, сонымен мен түлектермен кетемін. Ол жұмысқа кетеді. Я ж тебя любил в этом городе души. Қалайсың? Сағынып қалдың ба мені? Очень. Біз негізі күнде көрсек адам едік та. Құдайдың құтты күні үйге келеді. Или мен алып кетемін машинамен. Үйге келіп ұйықтап аламын әдетте. Мен енді көрсек бүгін. Ой, күшті болып тұр я давай, я прям күз екен. Күз болып тұр, қасың мазақ көрсейші. Бері бірде-бір мобилогр таппадым, өйткені ұнамай жатыр. Біреуінің жұмысы ұнамайды, біреуі 24/7 қасында жүре алмайды. Ер адамдар көп жазып жатыр. Мен ер адамды қасыма алып жүре алмаймын, маған тек қана қыз керек. Негізі мен ойлайтын тұғым, Шымкент қаласында мобилогр SMM-дер көп шығар, мықты деп. Оказывается, өте аз екен. Неге мобилогр SMM-ді оқып алмайсыздар да? Өйткені оның ақшасы жақсы ғой. Мен өзім жақсы айлық беремін да, тем более блогердің қасында жеке мобилогр болатын болсаңыз, жақсы ақша аласыздар. Шетелге тегін шығасыздар. Кайф қой негізі. Менің қасыма қыз мобилогр керек.